Кіруге болады ма? Уақыт жоқ, тезірек айтшы, не шаруамен келдің? Жұмысқа келдім, фильтр сатуға. Вакансия жабық, бос орын жоқ. Аға, мен бүгін сәрсенбінің сәтті күні келіп тұрмын. Егер мені жұмысқа алатын болсаңыз, осы компанияның өсіп өркендеуіне үлесімді қосамын. Онда былай істейік. Мынау қарындашты маған сатшы. Бұл карандаштың бірінші артықшылығы өте ұзаққа жетеді. Сатуда клиент туралы көбірек білуге тырысыңыз. Себебі әрбір ұсақ түйек ақпарат үлкен сатылымға алып келеді. Және байқаймын, календарға ручкамен жазады екенсіз. Ручка кейде жоғары қарап жаза алмай қалады. Ал карандаш болса, потолокқа дейін жаза береді. Ал, карандаш не болды? Мұсылман адам әрбір сәтсіздіктің жақсы жағын көре білу керек. Мына карандаш 100 теңге тұрады аға. Екінші сізге сыйлыққа. Бүгінге екі жаңалық бар. Таныс қойыңыздар. Жаңа стажер. Бауыржан Бекмырза. Ал, енді екінші жаңалық. Осы аптада тек бір ғана қызметкер жоспарын орындады. Ердос. Құттықтаймын. Рахмет. Ал мынау сенің премияң. О, жақсы болды. Жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер. Осы бауырым? Мә, сенің де еңбегің бар ғой. Жоқ, рахмет. Маған одан да жұмысты түсіндірші. Әр менеджердің өзінің ауданы болады. Сол ауданнан клиент табу керек те, сату керек қой. Қалай сатамыз оны? Үйіне барып сатамыз. Давай жүр, жұмыс орнын көрсетейін. Кеттік. Компаниядан кеп тұр едік аға. Сізге су тазалайтын фильтрдің тегін демонстрациясын көрсетейін деп едік. Жоқ, керек емес. Әже, ауырма компаниясынан келіп тұр едім, сізге су тазалайтын фильтр көрсетейінші. Эй, айналайын, уақытым жоқ. О, жақсы келдің. Туалет қазатын адам керек еді. Ақтөс, пас! Сатып алғандарыңызға рахмет, игілігіңізге ұстаңыздар. Конкуренттер, қалайсыңдар? Қалай қызық болып жатыр ма? 3-ші серия ертең шығады. Бірінші болып көру үшін парақшама тіркеліп қойыңыз.